Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Нұрбек Айқынбаев, 25-тен Шу қаласынан келдім. Менің негізгі ешқандай музыкалық білімім жоқ, бірақ өмірімнің соңына шейін осы салада жүргім келеді. Басқа салада өзімді көре алмаймын. Димаш Құдайберген ағамыздың творчестволы өте қатты ұнайды маған. 2014-те мен ең бірінші рет көрдім. Әндерін тығылып, басқа жерлерді айтып көрдім, осылай мен мүмкін айта алатын шығармын деген сияқты өзімде қызығушылық болды. Осылай мен осы даусымды таптым десем де болады. Осы Димаш Құдайберген Қытайға барған кезде көреміз ғой, Димаши деген. Енді бізде де арман болатын сол кезде дәл солай мен Нұрбеки деп айқайлап тұрса екен деген сияқты. Енді білмеймін, енді осы жобада мен сол арманыма жетем деген ойдам. Негізі Димаш Құдайберген краш қой, енді всемирный қанша 3-ші орында тұр ма? Мен сол бұйырса Қазақстан дауысының крашы боламын. Мен оған сенімдімін. Açastım kalım halım siz geçirken şözüm var ondurdun şayayım ayday görken есіме сен түскенде беу қарақым қозғайсам қатап қалғанай іштің дертім шынымен менен тостым қалғаным мойныңа айырылудай алғанымда екеуміз айырылмастай тату едік қайтейін өтемнің ай Ой, бәрекелді. Басқа бір баланы елестеткен бе? Классикалық киімдегі. Қайырлы кеш. Атыңыз кім болады? Нұрбек Айқынбаев Қанатұлы, 25-тен Жамбыл облысы Шу қаласынан. Ресейдің ұлы композиторы Сергей Рахманинов. Жақсы бір сөзі бар. Тектен тек аспаннан салбарып ештеңе түспейді. Бір нәрсеге міндетті түрде ұқсастық болған қалау керек. Бірақ жақсыға, керемет жақсыға.
сізде сондай бір ұмтылыс бар да, жақсылыққа ұмтылып, соған кішкене болсын сол жетейін бе деген ойыңыз маған өте ұнады. Ешқайда оқымаған ең алғашқы үлкен сахнам. Табиғи дауыс ең керемет дауыс. Өйткені бұларда ұстазы да, анасы да, әкесі де, шешесі де, бәрі де ол табиғат. Кішкене келіспеуге рұқсат болса, Төлеген аға. Бұл жерде мен тек қана Димашқа еліктеуді көрдім. Денені дүріштіктіретіндей бір сезіммен әсер алған жоқпын, өкінішке сол себептен бұрылған жоқпын. Әр әнші өзіндік бір қайталанбас бойында ешкімге ұқсамайтын қасиеттер болу керек деп есептеймін. Біреуді еліктеу, біреуге ұқсау, ол өзін жоғалту деп есептеймін. Барлық нәрсе жалпы еліктеуден басталады. Бізде кезінде Сәкен ағаларымызға дауысымызды ұқсатқымыз келіп, ұқсама деп ұстаздарымыз айтса да 100% ұқсатқымыз келіп тырысқан кездер болды. Бірақ сөйтіп өнерде қайнала келе өзіңнің дауысың шығады деп ойлаймын. Мен де сол Димаш бауырымыздың әнін кәдімгі көрмей тыңдап отырған сияқты сезімде болдым. Сондықтан алдағы уақытта өзіңнің нық қадамыңды басып, өзіңнің ізіңді, өзіңнің даусыңды, тембріңді қалдырасың деген үміттеміз. Бұл жерде керемет мамандар жұмыс істейді. Сенімен бірге вокалистлар жұмыс жасайды, стилистар, міне жанды дауыста ойнап отырған біздің жігіттерімізге көп рахмет. Көптеген 100 адамнан астам бұл Қазақстан дауысына еңбек етіп жатыр. Осы сәтті пайдаланып, күндіз түні тыным таппай еңбек етсең, финалға жетуін әбден мүмкін. Сәттілік. Дегенмен осындай үлкен байқауда еліктеу болса да, өз тарапыңнан, өзіңнің бір нұсқаңды дыбыс арқылы ма, импровизация арқылы ма жеткізсең, нұр үстіне нұр болатын еді деп ойлаймын. Біреуге емес мақтанышымыз Димашқа еліктеп айттың, сондықтан да бұл бастама, керемет бастама, өнер жолында үлкен жетістіктерге жетесін деген ойдамын. Әсіресе Төлеген ағамыздың қолдауымен. Арманыңыз бар, сол орындалуында. Сәттілік. Налайын құтты болсын. Құтты болсын. Бірақ Төлеген ағаның тобына креативті. Неше түрлі әртүрлі бір әншілігі жатыр. Қызғанып жатсыңдар.